Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Заң жалпыға бірдей, яғни жалпыны бірдей міндеттейтін ережелер. Жалпы заңдар мемлекеттегі өкілетті органдардың қабылдаған нормативтік актілері, заңдар. Сол мемлекеттегі саяси, экономикалық, әлеуметтік, отбасылық, рухани, тағы басқа сол сияқты қарым-қатынастарды реттейтін құқықтық актілер жиынтығы. Заңнама 6 бөлімнен тұрады. Біріншісі Қазақстан Республикасының Конституциясы. Екінші бөлім Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. Үшінші бөлім Ұлттық архив қоры және архивтер туралы бөлім. Төртінші бөлім мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау және құжаттаманы басқару. Бесінші бөлім Ұлттық архивтер қоры құжаттарын ведомстволық және жеке архивтерде бақылап қарау және қабылдау. Алтыншысы сыбайлас жемқорлық туралы, яғни тоқта сыбайлас жемқорлық.